Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Assalamu aleykum. Hürmetli kadirli bağırlarım. Buna bölük degen бұл öte қиын нәрсе. Hürmetli bağırlarım, бұл жерде адам sabırlı болу керек. Al-ajalatu mineş-şeytan, as-sabru mine'r-rahman дейді. Асығыстық бұл шайтаннан дейді. Сабырлық бұл Алладан дейді. Бұл ашу ыза деген жақсылыққа алып бармайды. Бұны байсалдылықпенен, жаңағы ешбір нәрсені өртеместен, қиратпастан халық өзінің талабын айту керек. Екі жақта біз өзіміз, ұлтымыз, еліміз, жаңағы ақындарымыз айтпақшы, жақсыны жат, жаманды өзім деме, ұл туса ата безер көзім деме, биткөк белеп тоныңды отқа тастап, қазақтар өз етіңді өзің жеме. Ұрысса, бұл жерде осында қазақтың баласы өледі. Сырттағы жатқан арандатушылар өлмейді бұны жаңа. Қираса өзімізді ғимарамыз қирайды жаңа. Ол шереуілге шығып атқан жастар да, оған қарсы тұрып атқан ол полицейлер де, барлығы сол жаңағы Ла илаха илlallah Мұхаммад Расул деген кәлмөгөй мұсылманның баласы. Бұны бейбіт жолменен талабын айтты халық. Мемлекет басшысы әрекет қылып жатыр. Енді уақыт беру керек жаңағы. Тізгінді алып, жақсылап, міне өкіметті тарқатты. Қайта-қайта айқай шуға салынып, біз ашуға салынып, мына көздің қылтығын аламыз деп, көзімізді шығарып алмайық жаңағы. Осындай шереуілден ұрыс керіс болып, ар жағы неге айналған талайын көргенбіз. Мынау Сирия мемлекеті осылай бастады. Қайта-қайта шереуіл, қайта-қайта. Әзір безіп жүр 11 миллион халық. Аштан өліп, қыздары жаңағы Құдай сақтасын $100 сатылып жаңағы. Ливия не болды? Мынау бауырлас Қырғызстан мемлекеті қандай кризиске ұшырады? Осы нәрсенің бәрін жаңағы. Мен тек қана бір жақты айтып жатқан жоқпыз. Ол мемлекет бола ма? Қазақстан бұқаралары барлығы біз бір үйдің баласындай елміз. Ел бола тұрған, жұрт бола тұрған жағдайды ойлауымыз керек. Халыққа сабырлық. Мынау мемлекет басшылары бұлар тезірек әрекет қылып, халықтың талабын беріп, орындалып, жақсы күндерге жетуді біз Алладан сұрап, қашан біз ашуымызды басып, ақылменен, мейірімменен, еліміз, жұртымыз деп, бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай, жұдырықтай жұмылып, осы елімізге, жерімізге жанымыз ашса, иншалла, сонда не болады? Жақсы болады жаңағы. Айтайын дегенім осы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.